Мен Таңсықбаев Әділхан, информатика пәнінің мұғалімі. Prezi бағдарламасында жасалған презентацияны басқа компьютерлерде көру үшін қалай сақтауға болады, соны көрсетемін. Мына менің жасаған презентациям Prezi бағдарламасында. Енді мен мына Download деген батырманы басамын. Бұдан кейін мына қосылып тұрған батырма осыны қабылдаймын. Мына екі түрі бар өзінің. Мынаны қабылдаймын. Тағы Download басамын. Енді мен қазіргі сабақтағы негізгі мақсатым осы жасалған презентацияны компьютерге сақтап қою. Содан кейін сол презентацияны қалай ашуға болады, соны көрсетемін. Оны ашу үшін мен мына қазір сақтап жатыр. Енді мен арнайы сақтап қойған бұрынғы презентациям бар. Соны қай жерге сақталады және соны қалай ашып көрсетуге болады, соған тоқталайын. Алдымен мына папканы ашамын. Міне менің жасаған презентациям мына папкаға сақталды. Жасалған видеолар, қосылған видеолардың барлығы сол папканың қасында бірге қойылды. Себебі бірге қоймаса, кейін бұл видеолар ашылмай қалуы мүмкін. Енді мен мына архивті екі рет шертіп ашамын. Мына жерде дайын тұр. Одан кейін сол архивтің ішінде Prezi exe деген болады. Соны екі рет шертемін. Екі рет шерткеннен кейін ол жүктеледі де мына түрде пайда болады. Жүктеп көрсетейін мен енді. Міне жүктеліп жатыр қазір. Бұл арнайы компьютерге сақтап алдым, жасалған видеоны компьютерге сақтап алдым. Енді мына қапшық жауып қоя салайын. Мына қазір ашылып жатыр. Бұдан кейін қазір тағы бір терезе шығады. Мен басқа компьютерде көрсету үшін жаңағы қапшықтағы сақталған мына осы күйінше мына семинар пиза деген қапшығымен компьютерге көшіріп алып, басқа компьютерге апарып, мына архивті ашсам болды. Міне уже менде қазір жүктеліп жатыр. Бұл видео түрінде басқа компьютерде көрсете береді. Енді мына үлкейту батырмасын шертемін.